Бәріне сәлем, сіздермен бірге Наздану подкаст. Мен есімім Гүлназ, мен 22-демін және бұл біздің 6-шы шығарылым. Бұл эксперименталды подкасттар өзінің көзқарастарымен, ойларымен бөлісе отырамын. Бүгінгі тақырыпты мен сабырлыға алып келгім келеді. Себебі менің байқауымша бұл нәрсе бәрінде бір түрлі эмоциялар тудырады. Себебі біреу үшін сабыр таныту андай бір вау нәрсе болса, там өте қиын, неге, қалай. Біреу үшін бұл дейтін, айтады ғой, терпей аласың ба дейді ғой, сол сияқты. Бірдемен шыдап жүрген адам сияқты қарайды да. Мен өзім по натуре демекші, просто сабырлымын. Ол мамадан берілген сондай бір қасиет шығар. Бірақ байқауымша енді әртүрлі адамдарды кездестірем, танысам, сөйлесем, байқаймын да, особенно біздің жұмыста өте көрінетін контрастный картинаны айтсам болады. Себебі бізде стресс, бізде форс-мажор, бізде өте аяқ асты болып қалатын заттар өте көп болып отырады. Сол жерде бірден көрінеді кім сабырлы, ал кім байбалаңға салып кетеді да. Сол себепті меніңше бұл өте қызық тақырып сияқты. Айтып ойланып қарағанға маған өте қызық. Жазып кетсеңіздер астыға қандай жағдайда сіздерге сабыр таныту қиын және қандай жағдайда керісінше сабыр таныта аласыздар. Сіздердің ойларыңызды білгім келеді, себебі менің енді көргенім, түсінгенім, түйгенімді айтатын болсам, мен өзім енді сабырлымын. Басында мектеп кездерде менде сондай бір ой болатын, мен не сонда шыдап жүру керекпін ба, менде не ондай эмоция жоқ па, мен агрессия таныта алмаймын ба деген сияқты. Жоқ, менде агрессия бар, мен ұнамаса айта аламын. Мен жанымнан аурадан ақ сезіледі, неге, не болып жатқанын. Үндемесем де менен бүйтіп қорқа бастайды адамдар кішкене. Бірақ ол нәрсе олай емес. Яғни просто это проявляется по-разному. Мектеп кезде мен өзімнен шығаратын бір ситуациялар болған кезде, ашуланып немесе ренжітіп сондай болған кезде мен ашуланатынмын. Яғни бірақ не айғайлай алмаймын, не ештеңе істей алмаймын, айтып тастай алмаймын. Мен бірден жылап қалатынмын. Мен бар шығарылатын эмоциям сол болды. Кейін әрине ол басқа заттарды да үйрендік. Қазір олай емес. Бірақ білмеймін, мүмкін қазір де солай шығар, көп болды ондай скандалдарға түспегелі. Вот, мысалы, тоже өте қызық нәрсе. Мен бұл нәрсенің маңыздылығын түсіргеннен кейін барынша онымен байланысты жалпы жағдайлар мүлдем кездестірмей кеттім да. Ол менімен байланысты жағдайлар өте сирек кездеседі. Меніңше бұл өте бір қызық болғанда мен бір кітап оқыдым, трансферинг деген. Сол жерде маятники деп атайды. Бүкіл негативті шақыратын, негативке байланысты заттарды маятник дейді. Яғни ол көрінбейтін, сезілмейтін бір нәрсе. Ол нәрсе саған өмірде кездескен негативный эмоция алып келетін ситуациялардың артында тұрады деп есептеледі. Солай түсіндіреді енді. Ояқта ойында мысалдар өте көп. Аяқ астынан мысалы там таксиге отырып, құдай сақтасын, енді аварияға түсіп қалды дейік, иә. Сол мезетте әрине сен қалай сабырлық танытасың, сен қорқасың, сенде шок, сен ұрысқың келеді ол адаммен, өйткені жауапкершілікті алып отқан сол жүргізуші болғандықтан, иә. Сол сәттерде сол адамның артында маятник тұрады деп айтады. Және бұл жерде шешім ол ситуацияға деген кері байланысты беретін әр адам жеке өзінің шешімі. Қазір скандал жасай ма, жоқ әлде тұрып кетіп қала ма, жоқ әлде керісінше рахмет, аман қалғанымызға дей ма. Яғни ситуацияны кім қалай қабылдайды деген нәрсе. Кітап бойынша енді ол жерде более позитивный мышлениеға үйретеді, дұрыс қабылдай білу. Яғни бұл жерде сабырлық таныту бірінші берілетін мынандай бір совет дей ма, иә. Бірінші берілетін совет ол ситуацияның жалпы маңыздығын түсіру. Ол қалай дейсіздер? Мысалы, ойбай, авария болды, да, мысалы, біреу үшін бұл үлкен бір жаңалық. Менде де болды авария, мысалы. 1-2 сағат кішкене апатияда болдым. Но потом, егер менен сұраса, мен, болды деймін. Болды, уже все, мен жертсадым ол ситуацияның себебі. Но сол мезетте тоже менде прям вау или истерика, жылаған сияқты андай бір шум, хайвай шығару деген ондай болмады да. Мен өйткені өзім айтып тұрмын ғой, натурам ондай емес. Бірақ та кім келгені бұл жерде маңыздылықты түсіру. Тым әлсіретіп жүрмеу керек кез келген бір жағдайды ше. Әлсірете берген сайын оның артында керек емес эмоциялар тұрады. Білмеймін, бір ыдысты сындырып алған да, мысалы, мен жақында осы бір апта бұрын ба, бірнеше күн бұрын әйтеуір үстіме ыдысты құлатып, қолымды жырып, қанатып, шағып алдым ыдысты. Бұл нәрсені тоже ойбай, мәл, білмеймін енді, қолым сырып алдым, үлкен қылып айтуға болар еді. Бірақ мен үшін максимально, ладно, қолым сырып алдым, и что деген сияқты. Енді осындай позицияны кішкене басқа қондырып алғаннан кейін андай сұрақ туындауы мүмкін да. Кез келген нәрсені, яғни көп ситуациялардың маңыздылығын түсіретін болсақ, бұл андай
неге жатпай ма, пофигизм да, тым слишком болады ғой, кез келген немқұрайлы қарау деген сияқты, сондай болып кетпей ма деген сияқты. Менде сондай сұрақ болды мысалы. Кейін мен түсіндім, жоқ, олай емес. Себебі маңыздылықты түсініп тұрмыз ғой біз. Егер аварияда өте үлкен бір зардап шегетін зат болған болса, әрине ол маңыздылығын трезво надо оценивать. Вот холодный разуммен қарап, ага, так, это плохо, это насколько плохо, это очень плохо, да, мысалы. Но это не так, что истерить, бүкіл әлем қирап атқандай төңкерудің қажеттілігі жоқ енді. Яғни осы бір балансты ұстап алу керек, қатты немқұрайлы да қарамау керек. Әрине маңыздылық бар, әр нәрсенің өзінің орны бар. Ол нәрсеге немқұрайлы қарап, мындай обесценивать дейді ғой, мысалы, хитовый қазіргі сөздермен айтатын болсақ, обесценивать тоже не стоит. Но мен жеткізгім келген нәрсе бұл сабырлықпен, айтады ғой, человек дзен дейді. Кейде вот білмеймін, универде мен сөйтіп атайтын, вот Гүлназ это дзен деп ше. И мен номерім сақтаған кезде де андай бір медитация жасап жатқан смайлик қойып қояды. Ну мен сырттай солай көрінетін болармын, себебі жаңағыдай тіпті тест тапсырған кезде универде, там экзамен, диплом тапсырған кезде андай кішкене кипишта жүретіндер бар ғой, мә не істейміз, мә былай ма, деп ше жүгіріп бүйтіп терлеп. Мен спокойно келемін да, дайын болмасам да солар сияқты негізі мен де кішкене кипишовать ету керекпін да, бірақ та менде бір сабырлық болады ішінде. И сол сабырлықпен мен аха, все, кеттік деп жүретін. Соған мен дзен деп айтатын. Но бұл дзен состояние, ол андай ешқандай бір құпиясы жоқ. Ол нәрсе жай ғана сен ішінде бір сенімділік болу керек өзіне деген. Сенімділік жайлы біз алдыңғы тақырыпта айтқан болатынбыз, қателесу жайында. Сол себепті сабыр сақтап отқан кезде көп нәрсені қабылдау да жеңіл, басқа нәрселерге орын босатуға да жеңіл. Жалпы өмір сүру біраз жеңілдейді, достар. Мен бұл нәрсені өзім жақын достарыма да бүйтіп отырып түсіндіргім ақ келер еді, бірақ та учить не все любят дейді ғой, мысалы. Көмек сұрамағанға көмек бермеймін. Бірақ та байқауым бойынша меніңше бұл тақырып өте бір күні қатты өмірде керек болады. Елестетіңіздерші, егер сізде бір күнде өте көп бір қолайсыз жағдайлар туындап жатса, сіз әр нәрсеге маңыздылық беріп, әр нәрсені жылап, әр нәрсеге истерика жасап, білмеймін, тым көп эмоция жұмсап қоясыз да бір күн ішінде. Әрине одан кейін қайдан депрессия, апатия сияқты заттар пайда болады, себебі эмоционально төмен энергияға өздеріңіз түсіріп тастай бересіздер. Сол себепті мен күнім быт бастауы мүмкін. Вот прям ужасно. Вот прям мен таңертең ыдыс сындырып алдым. Одан кейін мен НТ-да тапсыра алмай қалдым, не? Одан кейін білмеймін, көлемін жыртып алдым, қарным ашты, тамағым ұнамай қалды. Одан кейін білмеймін, таксист бір машинасымен қалып, мен потом жаяу бардым да, мысалы. Потом ноутбугым что-то істемей қалды. Анау жазбай қойды, мынау алып келем затын әкемеді, короче. Сөйтіп бәріне жынданып отыра беретін болсам, әр качеля ғой ол дейтін, ондай бір волна сияқты елестетіңізші, толқын сияқты эмоцияны. Астыға, үстіге, астыға. И сондай көп интенсивность бар кезде адамда әрине баланс жоғалады, әрине ол жоқ сияқты көрінеді. Бірақ егер кішкене толқындарды бәсеңдететін болсақ, яғни мысалы ыдыс шағып алдым, окей, қазір ештеңе болмайды, қан тоқтайды, біз ары қарай барамыз, ештеңе кетпейді. НТ-дан құлап қалдым, хорошо, менде тағы варианттар бар, в принципе, мен бұны емес, ананы қалағам, окей, шешіледі. Да, то есть егер сіз ситуацияны өзіңіз қолыңызбен түзете алмасаңыз, онда ондан ұстап қажет емес. Егер ол нәрсе болып қойған болса, да. Кейбір заттар болады, мысалы, білмеймін, дедлайннан өтіп кетті, да. Можно договориться, можно позвонить, попросить, мысалы, мен осылай үлгермей жатыр едім, осылай істеп жүрсем бола ма? Яғни басқа варианттармен шешіп, бір шешімін табатындай іс-әрекет істегеннен кейін сабырлыққа түсуге болады. Аха, все, осылай болды, бірақ мен оны былай шешіп қойдым, хорошо, дальше пошли. Сол сияқты. То есть осындай сұрақтарды шешуге өтінемін, бір 5-10 минут қана беріңдерші, 15 минут максимум. Ладно, білмеймін, 1 сағат пострадайте, если очень сильно сложно. Но одан көп уақытты беруге тұрарлықтай емес. Тағы бір сұрақ туындауы мүмкін, подавлять эмоции дегендей. Маған көп уақыт бойы осы нәрсені түсіндіруге тырысқан адамдар, себебі менен ешқандай эмоция байқамағаннан, неге сен жынданғанды жасырасың, ішіне сақтайсың, одан кейін бірдеме ұнамаса айтпайсың, сен оны ішінде сақтайсың, бір күн жарыласың деген сияқты. Я бір шетінен келісуге болады, бірақ бұл жерде мен былай айтар едім, мен ішімде сақтасам, мен демек ол нәрсені басқа нәрсемен шығарамын. Не обязательно эмоции сол жерде, сол сәтте, сол адамға, сол мезетте шығару маңызды емес. Эмоцияны шығару маңызды, бірақ оның басқа да жолдары бар. Мысалы, мен үшін ол спорт, мен үшін ол жұмыс, немесе тағы да бір мелкий бір задачалар, где я концентрируюсь, я агрессивно жасап тастай аламын да, мысалы. Ол жерде орысша айтқанда это правильно направленная агрессия. Агрессия создает прям энергию. И сен сол энергияны просто дұрыс жаққа қарай бағыттай алған болсаң, сол дұрыс жақта сен кәдімгідей бүйтіп өспей аласың негізінде ше. Яғни егер сезген болатын шығарсыздар, егер сондай бір агрессияны сезген кезде бір күш пайда болады ғой.
бір андай білмеймін, енді оларда көбірек болатын шығар, бірде мен сындырып тастауға дайын тұратындай ше. Енді қыздарда да болады ол. Мен мысалы жинаған кезде өзіме қояр жер таппай кезде мен отыра алмаймын, мен тұра алмаймын, мен жүргім келеді. Егер менде дәл сол сәтте шығару керек болса, сондай эмоция болса, мен бірден просто шығып кетемін далаға. Мен басы ауған жерге жүріп айналып, жүретін жер болмаса да просто айналып қайтып келемін. Маған энергияны физически шығару маңызды. Вот, сондай сәттерден кейін мен түсіндім, маған көмектесетін зат. Сол себепті меніңше осы мен тоқтатуға болады сабырлық жайында тақырыпты. Аша алдым деп ойлаймын. Мен сабырлы адаммын, бірақ не себепті мен миымдағы осындай ойлар бар. Маған өте қызық басқа адамдар қалай ойлайды екен. Осы нәрсемен қалай жалпы жұмыс істей ма, істемей ма. Меніңше ең бастысы біз өмірде бақытты сәттерді көбірек істеуіміз керек, бақытты сәттерді көбірек көруіміз керек, және сол жолда өзімізді ең күшті бір армандаған образға алып келсек деймін. Сол себепті рахмет көп бүгінгі подкаст барынша ұзақ болды деп ойлаймын. Менен ұзақ подкасттар сұраған есіме түсіп жатыр қазір уақытта 30 минуттай, 40 минуттай. Достар, мен сөйлей алатын едім негізінде, бірақ білесіздер ме, уақыт өте құнды. Қазір мен мүмкін ондай уақытты подкаст паре болған кезде, пожалуйста, жасаймыз міндетті түрде. Екі жақта да ойларын бітіре алатындай, бірақ өзіме келгенде мен үшін әзірге үйрену үстінде, әзірге де раскачки дейікші, осы темп ұнайды. Сол себепті тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.